Сәлеметсің бе? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санды өрнек. Өткен сабақта біз 20-ға дейінгі сандарды азайтып үйренген болатынбыз. 2 таңбалы саннан 1 таңбалы санды азайтқанда бірліктен бірлікті азайтамыз, ал ондықты өзгеріссіз қалдырамыз. Мысалы, 17 мен 3-тің айырмасын қарастырайық. Бұл жерде 17 санын 10 мен 7-нің қосындысы ретінде аламыз. Ал енді сәйкес бірліктерді азайтамыз, сонда 7 мен 3-тің айырмасы 4-ке тең. Енді осы бірлікке ондықты қосамыз, сонда 10 мен 4-тің қосындысы 14-ке тең болады. Сонымен 17 мен 3-тің айырмасы 14-ке тең екен. Ал енді ережеге сәйкес шығарып көрейік. 15-тен 2-ні азайтқанда сәйкес бірліктен бірлікті азайтамыз, яғни 5-тен 2-ні азайтқанда 3 шығады. 3-ті жазып аламыз, ал ондықты өзгеріссіз қалдырамыз. Сонда бір санын тіркейміз. 15-тен 2-ні азайтқанда 13-ке тең екен. Ал енді 2 таңбалы саннан 2 таңбалы санды азайтқанда сәйкес бірліктен бірлікті азайтамыз, ондықтан ондықты азайтамыз. Сонда 18 бен 12-ні азайтқанда сәйкес 8-ден 2-ні азайтамыз, сонда 6 шығады. Ал ондықтары 1-ден 1-ді азайтқанда 0 шыққандықтан 0-ды жазбаймыз. Сонда 18-ден 12-ні азайтқанда 6 шығады екен. Ал енді бүгін біз санды өрнекпен танысамыз. Сандар мен арифметикалық амалдардың таңбаларынан құрастырылған математикалық жазбаны санды өрнек дейді екенбіз. Енді осы санды өрнектердің оқылуымен танысайық. Мысалы, мынадай санды өрнек берілсін. Бұл санды өрнек 5 пен 10 сандарының және плюс таңбасының көмегімен құрастырылған. Бұл санды өрнекті 5 пен 10 сандарының қосындысы деп оқимыз. Ал енді келесі санды өрнекті оқиық. Бұл санды өрнек 19 мен 8 сандарының және минус таңбасының көмегімен құрастырылған. Бұл санды өрнекті 19 мен 8 сандарының айырмасы деп оқимыз. Енді келесі санды өрнекке мән бер. Бұл жерде санды өрнек 2 мен 13-тің қосындысы, ал 15 деп тұрғанымыз санды өрнектің мәні болады екен. Ал енді түсінікті болса, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырмада мынадай сурет берілген. Мұнда цирктегі қойылым суреттелген екен. Осы суреттен санды өрнектерді тауып оқу керек. Қане таба ғой. Бәрекелді. Енді мына санды өрнекті оқи ғой. Қалай оқимыз? Дұрыс айтасың. Бұл жерде санды өрнек 5 пен 10-ның қосындысы, ал 15 санды өрнектің мәні болады. Енді келесі. Жарайсың, дұрыс айтасың. Бұл жерде санды өрнек 19 пен 8-дің айырмасы, ал 11 санды өрнектің мәні болады екен. Мына санды өрнекті оқи ғой. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Бұл жерде санды өрнек 5 пен 3-тің қосындысы болады, ал 8 санды өрнектің мәні болады. Келесісін оқы. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Бұл жерде 60 пен 20-ның айырмасы бұл санды өрнек болады, ал 40 санды өрнектің мәні болады. Енді соңғысы. Оқи ғой. Бәрекелді, дұрыс айтасың. 90 мен 60-тың айырмасы бұл санды өрнек, ал 30 деп тұрғанымыз санды өрнектің мәні болады. Жарайсың. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада жангулер берілген, және де әрбір шарында санды өрнектері берілген. Осы шарларда санды өрнектің мәніне қарай бояуымыз керек. Төмендегі кестеде түстері берілген. Яғни санды өрнектің мәніне байланысты осы түстерді сәйкестендіріп бояуымыз керек. Ал енді бірінші шарды оқиық. Бұл жерде 13 пен 2-нің айырмасы берілген. Бұның жауабы нешеге тең? Қандай түспен бояймыз? Жарайсың, дұрыс айтасың. Жауабы 11-ге тең екен, сондықтан сары түспен бояймыз. Бәрекелді. Ал енді мына келесі шарды қандай түспен бояймыз? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Бұны біз жасыл түспен бояйды екенбіз, себебі жауабы 14-ге тең екен. Енді келесі шар. Келесі шарды қандай түспен бояймыз? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Бұл шарды біз қызыл түспен бояйды екенбіз, себебі жауабы 12-ге тең екен. Енді келесі шарды айта ғой. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Келесі шарымызды көк түске бояйды екенбіз, себебі жауабы 13-ге тең.
Ал енді келесі шарды боя. Қандай түске бояймыз? Жарайсың, дұрыс айтасың, қоңыр түске бояймыз. Себебі жауабы 15-ге тең екен. Енді келесі шарды боя. Бұл шарды қандай түске бояймыз? Бәрекелді, дұрыс айтасың, жасыл түске бояймыз. Себебі 4 пен 10-ның қосындысы 14-ге тең. Енді келесі 20 азайтылған 5 деген шарды қандай түске бояймыз? Бәрекелді, дұрыс айтасың, келесі шарымызды қоңыр түске бояйды екенбіз. Себебі 20 мен 5-дің айырмасы 15-ге тең. Енді соңғы шарымыз қалыпты. Осы шарды қандай түске бояймыз? Бәрекелді, дұрыс айтасың, бұл шарды көк түске бояймыз. Себебі 10 мен 3-дің қосындысы 13-ге тең екен. Жарайсың. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада санды өрнектері берілген. Осы санды өрнекті жоғарыдан бастап тізбектей орындап жауабын табуымыз керек. Ең бірінші санды өрнегімізге қарайық. Бұл жерде 6 мен 1-дің айырмасы берілген. Бұл санды өрнектің мәні нешеге тең? Бәрекелді, дұрыс айтасың, 5-ге тең. 5-мізді жазып аламыз. Сонда бізде 5 пен 1-дің қосындысы деген санды өрнек пайда болды. Енді осы 5 пен 1-дің қосындысы нешеге тең? Жарайсың, дұрыс айтасың, 6-ға тең. Сонымен бізде 3 пен 6-ның қосындысы деген санды өрнек пайда болды. Осы санды өрнектің мәні нешеге тең? Бәрекелді, дұрыс айтасың, 9-ға тең. 9-ды жазып алдық. Сонда бізде 1 мен 9-ның қосындысы деген санды өрнек пайда болды. Осы санды өрнектің мәнін айта ғой. Жарайсың, дұрыс айтасың, 10-ға тең. Бәрекелді. Тізбегімізді орындап болдық. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз санды өрнекпен таныстық. Сандар мен арифметикалық амалдардың таңбаларынан құрастырылған математикалық жазбаны санды өрнек дейді екенбіз. Мысалы, мынандай санды өрнек берілсе, бұл санды өрнекті 5 пен 10 сандарының қосындысы деп оқиды екенбіз. Ал мына санды өрнекті 19 пен 8 сандарының айырмасы дейді екенбіз. Ал мына жазбада санды өрнек 2 мен 13-тің қосындысы болады. Ал 15 деп тұрғанымыз. Бұл жерде санды өрнектің мәні болады. Ал енді бүгінгі сабағым аяқталды. Саған түсінікті болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше сау бол.